Саламатсыздарма, 15-ші есебімізде теңсіздіктің ең кіші бүтін шешімін табыңдар дейді. Бірінші есебімізде 2х қосылған 2 бөлінген 5 азайту x азайту 1 бөлінген 2 ортақ бөлімі 10 болады. Сол кезде мына жерде 2 болады. 2х қосу 2 азайту мына жерде 5 болады. x азайту 1 10-ды 2 өсек 20. Жақшаны ашайық. 4х қосу 4 азайту 5х. Не жерде минусым көбейтілген кезде плюс болады. 5 20. 4х-тен 5х-ті азайсақ минус 1х болады. Және де 20 мына жерде 4, мына жерде 5 қосамыз 9. 20-ға 9-ды қосамыз. Ой, кешіріңіздер, азайтамыз. Өйткені 9 бізде плюс таңба, келесі жаққа шыққанда минус болады. Минус x 20-дан 9 азайттық 11 болды. Енді біз x-ті табу үшін минус 1-ге бөлеміз. 2 теңдіктің екі жағында сол кезде таңба ауысады 11. Енді бұл жерде минус 11-ден не жерде минус 11 ғой. Минус 11-ден плюс шексіздікке дейін. Енді бізге ең кіші бүтін санын тап дейді, яғни 11-дің өзі болады. Минус 11-дің өзі болады. Бұл бізде бірінші есебіміз. Екінші есебімізде 15-ші есептің екіншісі x бөлінген 6 азайту x бөлінген 7 тең немесе үлкен 1-ден. Ортақ бөлімі мына жерде 42 болады. 42 болады. Сонда мына жерде 7x азайту 6x мына жерде 42 болады. 7x-тен 6x азайтатын болсақ 1x қалады. Және 42. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай x үлкен 42-ден, сондықтан 42 плюс шексіздікке дейін болады. Плюс шексіздікке дейін. Енді бұл жерде ең кіші бүтін сан, яғни 42-нің өзі болады. 42-нің өзі болады. Келесі екінші есебіміз бітті. Келесі үшінші есебіміз 5х бөлінген 11 азайту x қосу 2 бөлінген 4 үлкен немесе тең 3-тен. Үшінші есебімізде ортақ бөлім 44 болады. 44, яғни мына жер 4-тен 5х, бірден көбейтіп жазсаң, 4-мен көбейтсек 20х азайту мына жерде 11-мен көбейтем. Қазір мен жақшамен нетейін, таңбалар өзгеріп кетпес үшін жақша қалдым. 44-ті 3-ке көбейтетін болсақ 132 болады. 132. 20х азайту 11х минус плюсті көбейтілген кезде мына жерде таңба минус болады. 22. 132. Енді 20х-тен 11х аламыз. Яғни 9х болады. 9х 132-ден қосамыз 22-ні. Сонда 9х 132-ге 22-ні қоссақ 154 болады. Енді x-ті табу үшін екі жағында біз 9-ға бөлеміз. 9-ға сол кезде 154-ті бөлеміз 9-ға. Яғни бөлінбейді, қалды қалады, сондықтан осылай қойсақ болады, немесе осылай емес. Яғни 17,9-дан 1 деп қоямыз. 17,9-дан 1. Енді бізге сұрап тұрғаны бұл жерде ең кіші бүтін сан дейді. Бізде бұл x үлкен, сондықтан тік жақша болады. Тік жақша 17,9-дан 1 ден плюс шексіздікке дейін болады. Плюс шексіздікке дейін. Енді бізге сұрап тұрған теңсіздіктің ең кіші бүтін саны. Бүтін сан дегендіктен, яғни біз бөлшек санды алмаймыз. 17-ден кейінгі 18 санды аламыз. Яғни бұл жерде 18 жауабы.
18 деп алсаңыздар болады. Келесі бұл 3-ші есебіміз аяқталды. 4-ші есебіміз шығарайық. 2х азайту 5 бөлінген 3 азайту 1, 3 азайту х. Бұл жерде де ортақ бөлім 3-тің өзі болады. 2х азайту 3, 3-ке 3-ті көбейтеміз, 1-ге 3-ті көбейтеміз, 3-тің өзі болады. Енді 3-ке көбейтсек 3 9 минус 3х болады. 2х қосу 5х. Мына жерде 9 қосу 5 қосу 3. 7х. 9-ға 5-ті қосамыз. 14, 14-ке 3-ті қосамыз 17. 17 бөлінген 7. Яғни бұл жерде бұлай алсақ болады. 3,5-тен 3,15 2 деп алсақ болады осылай. Енді x бізде үлкен, сондықтан жай жақша болады, тік жақша болмайды, жай жақша. 3,5-тен 2-ден, яғни плюс шексіздікке дейін. Плюс шексіздікке дейін. Бізге енді бұл жерде ең кіші бүтін санымыз 3,5-тен 2-ден кейін, яғни 4 бүтін сан дегендіктен біз бүтін сан алуымыз керек. 4-ші есебімізде осылай болды. Бұл бізде 15-ші есебіміздің 4-ші есебін аяқтадық. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдырыңыз.